Ассалаумағалейкум құрметті достар, 6-шы арнасына қош келдіңіздер. Көпшіліктің сұрауымен қазына іздеуге қайда шығамын және қандай жерлерді іздеу керек және тапқан табысым неше теңге тұрады. Міне осы жайында қазына іздеушілерге арналған пайдалы бағдарламаларды бүгін көрсететін боламын. Төртінші орынға Монеты СССР из драгметаллов бағдарламасын қойдым. Мұнда сіздер КСРО-ның кезіндегі алтын, күміс және бағалы металдардан жасалған тиындарды көре аласыздар. Қай жылы шығарылған және салмағы неше және қанша данасы шығарылғанын да көре аласыздар. Үшінші орынға Монеты бывшего СССР бағдарламасын қойдым. Мұнда сіздер КСРО-ның құрамында болған елдердің тиындарын көре аласыздар. Мысалға, Қазақстанның бүкіл тиындарын көрсетеді және қазіргі сатылымдағы бағасын да көре аласыздар. Екінші орында Ветусмап бағдарламасы. Мұнда сіздер ескі карталарды көре аласыздар және көп карталарды сатып алу қажет. Мұнда ыңғайлы функция бар. Оның бірі ескі картаны қазіргі картамен салыстырып көре аласыздар. Және карта сәл дұрыс емес болса, оны орнынан жылжытып қазіргі картамен туралап алсаңыздар болады. Мұнда сіздер ескі үйлерді, ескі ауылдарды және жер суаттарын көре аласыздар. Және осы картаға қарап қазына іздеуге шықсаңыздар болады. Және тобымыздың төрінен орын алған Топо карты России бағдарламасы. Бұл бағдарламаның аты жарты жыл бұрын өзгерді. Бұрынғы аты Советский военный карта. Бұл бағдарламаны мен әр қазына іздеуге шыққан сайын қолданамын. Бұл КСРО-ның кезіндегі әскери карта. Мұнда КСРО-ның кезіндегі ауылдардың орындары, егістік алқаптары, лагерлер, полигондар, өзен-көлдер және қазіргі картамызда көрсетпейтін бірталай қызықты жерлер бар. Және бір жақсы жері, бұл бағдарлама тегін. Міне достар, мен осы бағдарламаны қолданамын және сіздерге де кеңес беремін. Келесі видеода осы бағдарламалардың әрқайсысына тоқталып шолу жасайтын боламын. Әрине, егер қызық болса. Әзірге менде осы 6-шы арнасына тіркеліп, видеоны лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.